бүкіл мас қылушының барлығына шариғатта тыйым салынған. Бүкіл мас қылушы нәрсе арақ дейді. Арақтың үкімінде. Уакуллу мускирин харамун дейді. Әрбір мас қылушы харам. Шариғатта тыйым салынған. Ақыл Алла берген үлкен нығметтердің бірі. Ал мас қылушы нәрселер ақылды кетіреді. Мас қылады. Одан кейін түрлі күнәға себепші болады. Адам мен хайуанның айырмашылығы неде? Ақыл. Хайуанда ақыл жоқ, дұрыс па? Адамда ақыл бар. Ал енді сол ақылға зиян, ақылды кетіріп жіберетін нәрсені ішетін болса, немесе әртүрлі жаман нәрселерді, калян деген секілді, әртүрлі дәрілерді пайдаланса, ақылды адастыратын нәрселерді ішетін болса, қабылдайтын болса, ода ақыл кететін болса, ол хайуанның дәрежесіне түседі. Ода ақыл болмайды. Енді ақыл болмаса, бұл бүкіл күнәға есікті ашып береді ағайындар. Өйткені не істеп жатқанын білмейді ол. Құран, хадисте былай айтады: мас қылушы, арақ, әр нәрселерден сақтаныңдар, өйткені ол бүкіл жамандықтың кілті дейді. Адамда ақыл болмаса, бұл бүкіл жамандық жасай береді. Оны ажырата алмайды. На адал, на арам деген секілді. Сол үшін құрметті бауырлар, бұл жаман әдеттен сақтанайық. Қанша намазхандар бар, әлі сол темекіден құтыла алмайды. Намаз оқиды, бірақ темекі шегеді. Алла кешірсін, намазын оқи бер, намазını бекем бол, бірақ бұл нәрседен, жаман әдеттен, жаман нәрседен құтылмайынша намаздың рахатын сезіне алмаймыз. Өйткені күнә жасау қарадақ басап жүрекке ағайындар. Әрбір күнә жасаған жүрек қараяды. Ал жүрек қарайып кетсе, оның құлшылығының ләззатын да сезіне алмайды. Барынша сақтану керек.